сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз қайталанбайтын терулер комбинаториканың негізгі формулалары атты тақырыбының о деңгейде есептерін шығаратын боламыз. Ең бірінші бізде 9-4 есеп теңдеуді шешіңдер. Бірінші есеп бізде теруге қатысты берілген s n-ді 2 тең 28-ге. Бұл жерде біз теру формуласымен ашып аламыз, яғни n факториал бөлінген 2 факториал, n азайтылған 2 факториалға бөлеміз. Тең 28-ге. Енді бұл жерде n факториалды түрлендіріп аламыз, яғни n-2 факториал жақша ішінде n-1 көбейтілген n бөлінген 2 факториал n азайтылған 2 факториалға тең 28-ге. Бұл жерден бізде n-2 факториал екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде жақша ішінде n-1 мен n қалады. Ол екеуін көбейтіп жіберсек n квадрат минус n қалады. Ал 2 факториалды біз екі жағында 2 факториалға көбейтеміз. Сонда n квадрат минус n тең 56-ға. Бізде сонда бұл квадратты теңдеуге келіп тұр. Сонда бізде n квадрат минус n минус 56 тең 0-ге. Бұны біз дискриминантын табатын боламыз. Сонда бізде дискриминанты тең 1 қосылған 4 көбейтілген 56, ол бізде 225-ке тең. Бізде келесі 9-4 есептің екінші есебі, яғни s n-нің n-3-ке тең 20-ға. Бұл жерде біз теру формуласына салып, n факториалды n-3 факториал көбейтілген n-2, n-1, n деп жазып алайық. Ал бөлімінде n-3 факториал, n-n плюс 3 факториал тең 20-ға деп алайық. Бұл жерде n-3 пен n-3 факториалдар қысқарып кетеді. Сонда бізде қалатыны n-1, n-2, ол тең 20 көбейтілген 3 факториалға. Бұл жерде 3 факториал дегеніміз бізде 6, сонда бізде көбейтіндісі 120-ға тең. Енді жақшаны ашып жіберсек, n куб алынған 3n квадрат қосылған 2n тең 120-ға. Бұл жерден 120-ны теңдеудің екінші жағына жіберсек, және де теңдеуді ортақ көбейткішінің жақша сыртына шығару үшін шектейік. Сонда бізде n куб алынған 6n квадрат қосылған 3n квадрат минус 18n плюс 20n минус 120 тең 0 деген теңдеуіміз шығады. Осы жерден біз ортақ көбейткішінің жақша сыртына шығарамыз. Яғни n-6-ны шығарып жіберсек, сонда бізде n-6 көбейтілген n квадрат қосылған 3n плюс 20 тең 0 деген теңдеуіміз шығады. Енді біз жеке-жеке жақшаларды 0-ге теңестірсек, ең алдымен n квадрат қосылған 3n қосылған 20 тең 0 теңдеуін шешсек, ең бірінші дискриминантын табамыз, себебі ол квадраттық теңдеу болып табылады. 9 минус 80, ол бізде тең минус 71-ге. Дискриминант минус сан болып табылғандықтан, біз оның шешімі болмайды деп қарастырамыз. Келесі бізде n-6 теңдеу қалды. n-6 тең 0-ге болған кезде n тең 6-ға. Сонда жауабы бізде 6-ға тең. Келесі бізде 9-4 есептің үшінші есебі. s n-нен n-2-ге тең 36-ға. Енді біз бұны теру формуласымен қайтадан ашатын боламыз. Яғни n факториал бөлінген n-2 факториал жақша ішінде n-n плюс 2 факториал тең 36-ға. Бұл жерде біз n факториалды жіктейтін боламыз, яғни n-2 факториал жақша ішінде n-1, n. Енді бөлінген 2 факториал n-2 факториал тең 36-ға. Бұл жерде n-2 мен n-2 факториалдар қысқарып кетеді. n-1 мен n-ді көбейтіп жерсек n квадрат минус n, және екі жағында 2 факториал көбейтсек, сонда бізде 36-ны 2-ге көбейтеміз, сонда 72 болады. Яғни n квадрат минус n тең 72 деген түрге келеміз. Бұл жерден біз квадраттық теңдеуге келдік. Яғни n квадрат минус n минус 72 тең 0-ге. Бұл жерден енді дискриминантын табайық. Яғни 1 қосылған 288 тең 289-ға. Бұл бізде ең бірінші жауабын тапсақ, n тең 1 минус 17 бөлінген 2 тең минус 8-ге. Бұл бізде жауабы болмайды, себебі бұл теріс сан болып табылады. Ал біз теріс саннан таңдау жасай алмаймыз. Ал келесінде n2-де 1 қосылған 17 бөлінген 2, ол бізде 9-ға тең. Яғни жауабы 9 болады екен. Келесі бізде 9-5 есеп. Асхана мәзірінде 7 түрлі сұйық тағам, 9 түрлі қою тағам және 4 түрлі сусын ұсынылған. Сұйық, қою және сусыннан тұратын түскі асты қанша тәсілмен таңдауға болады? Бұл жерде біз теру формуласымен шығарамыз. С 7-тен 1 бір таңдау жасауымыз керек. Келесі қою тағам С 9-дан 1, келесі сусыннан С 4-тен 1. Енді бұл жерде біз бір уақытта таңдайтын және деген сөз болғаннан кейін біз бұларда көбейтетін боламыз. Яғни С 7-тен 1 көбейтілген С 9-дан 1, көбейтілген С 4-тен 1, оны біз теру формуласымен ашатын боламыз. Яғни 7 факториал бөлінген 1 көбейтілген 6 факториал, көбейтілген 9 факториал бөлінген 1 факториал, көбейтілген 8 факториал, көбейтілген 4 факториал бөлінген 1 факториал, көбейтілген 3 факториал. Бұл жерден біз жіктеп алып шықсақ, 7 көбейтілген 9 көбейтілген 4 бізде 252. Яғни сұйық, қою және сусыннан тұратын түскі асты 252 тәсілмен таңдауға болады екен.
Келесі бізде 9-да 6-шы есеп теңдеуді шешіңдер. Ең бірінші есебінде s2n плюс 1 n минус 1 бөлінген s2n n плюс 1 тең 3/5 дейді. Бұл жерде біз тері формасымен ашсақ, бөлшектің алымында 2n плюс 1 факториал бөлінген n минус 1 факториал көбейтілген 2n плюс 1 минус n плюс 1 факториал бөлінген 2n факториал бөлінген n плюс 1 факториал жақша ішінде 2n минус n минус 1 факториал тең 3/5. Бұл жерде енді біз 2n плюс 1 факториалды жіктеп алсақ және жақшаларды жіктеп алсақ, сонда бізде 2n факториал көбейтілген 2n плюс 1 бөлінген n минус 1 факториал көбейтілген n плюс 2 факториал көбейтеміз n плюс 1 факториал бөлшектердің орны ауысады, яғни алма мен бөлімі n минус 1 факториал бөлінген 2n факториал тең 3/5. Бұл жерде біз 2n факториал мен 2n факториалды қысқартамыз, және де бұл жерде сонда біз n минус 1 факториал мен n минус 1 факториалды бөліп жіберсек, және n плюс 2 факториал мен n плюс 1 факториалды жіктеп бөліп жіберсек, сонда бізде қалатыны пропорция қалады, яғни 3 көбейтілген 2n плюс 1 тең бізде 5n плюс 2-ге. Бұл жерде біз жақшаны ашсақ, 6n плюс 3 және мына жақтағы теңдікті екінші жаққа ауыстырсақ, минус 5n минус 10 тең 0-ге дейді. Сонда бұл жерде жіктеп алсақ, бізде n қана қалады, n тең 7 болады, сонда теңдеудің шешімі бізде 7 екен. Келесі 9-да 6-шы есептің екінші шартында бізде орналастыруға формасына қатысты есептер берілген. Яғни a 2x плюс 3 x минус 1 бөлінген a 2x x плюс 1 тең 1 бөлінген 30-ға. Бұл жерде енді формулаға салатын болсақ, 2x плюс 3 факториал бөлінген 2x плюс 3 азайтылған x плюс 1 бөлінген 2x факториал бөлінген 2x минус x минус 1 факториал тең 1 бөлінген 30-ға. Бұл жерде біз 2x плюс 3-ті жіктейтін болсақ, сонда бізде 2x факториал 2x плюс 1, 2x плюс 2, 2x плюс 3 деген түрге келеді, бөлінген x плюс 4 факториал. Енді бұл жерде алма мен бөлшектің алма мен бөлімі ауысады, яғни сонда бізде x минус 1 факториал бөлінген 2x факториал. 2x факториалдар қысқарып кетеді, және де x плюс 4 факториалды біз жіктеп аламыз. Сонда бізде мынандай түрге келеді. 30 көбейтілген 2x плюс 1, 2x плюс 2, 2x плюс 3 тең x көбейтілген x плюс 1, x плюс 2, x плюс 3, x плюс 4 деген түрге келеді. Бұны жіктеп жазатын болсақ, бізде x-тің 4 дәрежесі қосылған 9x куб, алынған 266x квадрат, қосылған 304x, минус 180 тең 0 деген түрге келеді. Бұл жерде бізде x-тің шешімі минус 1 болады, ал бірақ біз минус шешімді ала алмаймыз, себебі біз минус саннан таңдау жасай алмаймыз. Келесі бізде 9-да 6-шы есептің үшінші шарты, яғни s n-2 көбейтілген a n-2 тең 32. Бұл жерде біз теру және орналастыру формулаларын қолданамыз, яғни n факториал бөлінген 2 факториал n минус 2 факториал көбейту n факториал бөлінген n минус 2 факториал тең 32-ге. Бұл жерде n факториалды біз түрлендіріп аламыз, яғни n минус 2 факториал көбейтілген n минус 1 көбейту n бөлінген 2 n минус 2 көбейту келесі бөлшегіміз n минус 1 n минус 2 факториал n минус 2 факториалға бөлеміз тең 32-ге. Бұл жерде n минус 2 факториалдар қысқарып кетеді және мынандай түрге келеді, яғни n минус 2 минус n жақша ішінде келесі n квадрат минус n тең 64-ге деген түрге келеді. Бұл жерде бізде n квадрат минус n квадраты тең 64-ге болады, және екі жақтан түбір алсақ, бізде n квадрат минус n және тең 8-ге шығады. 8-ді біз теңдіктің екінші жағына көшірсек, n квадрат минус n минус 8 тең 0 шығады. Бұл жерде біз дискриминантын табамыз, яғни 1 қосылған 32 тең 33 болды. Бұл жерден біз n1 мен n2-ні тапсақ, 1 плюс минус түбір асты 33 бөлінген 2. Бұл бізде натурал сан емес, сондықтан бұл шешімді біз қабылдай алмаймыз, яғни бұның жауабы болмайды. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сабақтарды тамашалай отырып, комментария жазып, лайк басып кетіңіздер. Thank you everyone! Thank you Elmar! Go!